Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ең жақсысы тәубе. 6 бірдей жақсы нәрсе бар. Алайда 6 нәрсе 6 түрлі адамның бойынан табылса, өте жақсы. Әділдік жақсы қасиет, бірақ ол басшылардың бойында болса, тіптен жақсы. Жомарттық жақсы қасиет, бірақ ол байлардың бойында болса, өте жақсы. Тақуалық жақсы қасиет, бірақ ол ғалымдардың бойында болса, өте жақсы. Сабырлық жақсы қасиет, бірақ ол кедейлердің бойынан табылса, өте жақсы. Тәубешілдік жақсы қасиет, бірақ ол жастардың бойынан табылса, өте жақсы. Ұяттылық жақсы қасиет, бірақ ол әйелдердің бойынан табылса, өте жақсы деген екен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Енді хадиске түсіндірме. Бұл хадисте бір қатар асыл қасиеттер тілге тиек етілуде. Расында, осынау қасиеттер белгілі бір адамдарының бойынан табылып жатса, нұр үстіне нұр болмақ. Соның бірі жастардағы тәубешілдік қасиеті. Тәубе сөзінің тілдік мағынасы қайту, оралу дегенді білдіреді. Ал діндегі мағынасы күнәға батып, тура жолдан таю арқылы Алладан алшақтап кеткеннен кейін пенденің істеген күнәсі үшін өкініш білдіріп, Раббысына қайта оралуы, жүрегіне дақ түсіріп, жан дүниесін шайқалтқан күнәсін жуып шаюы дегенді білдіреді. Ал тәубе етудің маңыздылығына келсек, Құран кәрімде тәубе етудің өте маңызды екенін білдіретін әрі тәубешіл жандардың артықшылығын баяндайтын көптеген аяттар бар. Соның бірі, шүбәсіз Алла тәубешіл жандарды және тәндік һәм рухани кірлерден тазаланушыларды жақсы көреді деген аят. Сондай-ақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде құлы тәубеге келгендегі Алла тағаланың қуанышы қайсы біреуінің шөл далада жоғалтып алған түйесін ойламаған жерде кезіктірген сәттегі қуанышынан әлде қайда артық. Деп пендесі тәубеге келгенде Алла тағаланың қатты қуанатындығын жеткізген. Енді бір хадисінде пенде қанша жерден күнәға батса да шыбын жаны алқымына келіп тірелмейінше Алланың мейіріміне үміт артып шын ниетімен тәубе еткен жағдайда тәубесі қабыл болатындығын шегелеп айтқан. Иә, мұның бәрі бізге тәубенің адам баласы үшін қаншалықты маңызды әрі баға жетпес мүмкіндік екенін көрсетеді. Өйткені Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам барлық адам күнә қателік жасайды. Ал қателік жасап күнәға ұрынғандардың жақсылары уақыт оздырмай тәубе еткендері деген. Осы орайда әсіресе алды артын аңдамайтын албырт жастардың шалыс басып күнәға бату ықтималы анағұрлым басым. Тіпті жастардың егде адамдарға қарағанда күнә қателікке жиі ұрынуы таңғаларлық жайт емес. Өйткені албырт шақта арыны күшті нәпсіні құмарлық атаулының бәрінен бірдей тыя білу кімге болса да оңайға соқпасы белгілі. Міне сондықтан жоғарыдағы хадисте егде тартып құмары мен күш қуаты кеміген адамның тәубесіне қарағанда жастардың тәубесінің Алланың дәргейінде алар орны Алла бөтен екендігі айтылуда. Ендіше шын көңілден иман еткен әрбір жас асау нәпсіге жеңіліп күнәға батқан бойда бірден есін жиып істеген күнәсі үшін ақ ұрып өзіне кешірім тілеу керек. Кешірім тілеп қана қоймай, нәпіл намаз оқу, нәпіл ораза ұстау, қайыр садақа беру және өзін Алланың мейіріміне бөлейтін басқа да игі істер істеу арқылы күнәсін жуып шайғаны, сөйтіп жүрегіне түскен дақтан дер кезінде арылғаны дұрыс. Мұны істеген жастың рухани жан дүниесі ұдайы тірі болып қала бермек. Ал істеген күнәсі үшін титтейде қынжылмайтын парықсыз ғапыл пенденің тәні тірі болса да рухы тірі деуге келмейді. Осыған байланысты Фурқан сүресінде былай делінген: кімде-кім
істеген күнәсі үшін ах ұрып тәубеге келсе, әрі иман етіп өзін һәм қоғамды түзетуге бағытталған игі істер істесе, оның жөні бөлек. Алла ондай жандардың жамандықтарын жақсылыққа, күнәләрін сауапқа айналдырады. Алла өте кешірімді, әсіресе тәубе етіп, өзіне жан тәнімен бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. Бұл аятта күнә жасағаннан кейін дереу тәубеге келіп, игілікті істер істегендердің тәубесі қабыл болатындығы, тіпті күнәләрі сауапқа айналатындығы баяндалуда. Осы орайда Әзірет Омар радиаллаху анха халифа болған кезеңде орын алған мына бір оқиғаны айта кетсек артық болмас. Бір күні Әзірет Омар радиаллаху анха Мәдина көшелерінің бірінде келе жатып, қойнына бөтелке тығып алған бір жас жігітті кезіктіреді. Әлгі жігіттен қойныңдағы не деп сұрайды. Қапелімде Әзірет Омармен ұшырасам деп ойламаған әлгі жігіт қатты қысылғанын, Алла тағала мені мына кісінің алдында масқара ете көрме, күнәмді жасыра көр деп сөз берем, енді шарап ішпеймін, күнәмді жасыра көр, сөз берем, енді шарап ішпеймін деп ішінен тәубе етіп жалбарынады. Ақыры тілге келіп, мүміндердің әміршісі, қойнымдағы сірке суы деп қалай айтқанын өзі де аңдамай қалады. Әзірет Омар оған қане көрсетші деп қойнындағы бөтелкені алып қарағанда ішіндегісі шынымен де сірке суы болып шығады. Мейірімі шексіз Алла тағала құлы шын ниетімен тәубе еткендіктен харам шарапты адал сірке суына қалай айналдырса, күнәға белшесінен батқан күнәһар құлдары күнәләрі үшін шынымен өкініп тәубеге келсе, Алла олардың күнә шарабын құлшылық сіркесіне айналдырары сөзсіз. Достар, осымен хадиске түсіндірме осындай. Шынымен де Алла тағала шын ниетпен, ықыласпен тәубе етсек, шын жүректен жалбарынып дұға етсек, Алла баршамыздың біліп-білмей жасаған күнәләрімізді, қателіктерімізді, бір айып нұқсандарымызды жасыратыны, кешіретіні ол шүбәсіз рас бар нәрсе. Видео сіздерге ұнады деген сенімдемін. Ақпараттарымыз каналымызға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.